Армысыз көрермен. Бүгінгі менің қонағым журналист, GB интерактив студиясының негізін қалаушы, медиа кеңесші, кәсіпкер Гүлнара Бисара. Гүлнар Бисара, сізге біріншіден алғыс айтамын сұхбат беруге келіскеніңізге қазақ тілінде, оның ішінде. Сізге енді сұрағым, өзіңіз жайлы қысқаша айтып кетсеңіз. Жанар, рахмет. Жанардың көрермендері, оқырмандары, сізге рахмет. Менің бүгін бірінші қадамым қазақ тілінде интервью сұхбат берейін дегенім енді бірінші рет болып тұр. Жанар, сізге қайтадан рахметімді айтқым келеді. Енді арасында орыс тілін қосып қоям. Енді қазақ тілім орыс тілге қарағанда сондай бай емес. Мен 2 жылдың ішінде тек қана қазақ тілін дамытып, меңгеріп жатырмын. Соған кешірімді сұраймын, бірақ біз тырысамыз қазақ тілінде сөйлеуге. Өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз. Мен журналистпін, сіз айтып кеткендей. МГУ, Московский государственный университет. Соны факультет журналистиканы бітірдім. Мен 20 жылдан асты. Мен Казгоға түстім, 3 жыл оқып, конкурста ойнап, сол конкурсты ұтып, сол Мәскеуге түстім. Журналистика саласында мен мектеп кезінен, мектепте сабақта отырғанда, анда-санда шабытым келгенде бір нәрсе жазып қоям, не мақала болады, немесе бір стихотворение, өлеңдер жазатын. Соған түстім оқуға. Сол Москваға кетіп қалдым. Москвада жүрген кезде мен ірі телекомпанияларда жұмыс істедім. НТВ, Мир, Телемосты жүргіздім. Сосын кішкентай каналдарда жұмыс істедім. Ірі ақпарат агенттігінде жұмыс істедім. Мұнай саласындағы журналист болдым. Сол оқуымды бітіріп, Алматыда тұрам. Ата-анам Алматыда болған. Сол Мәскеуде жүрген кезде мен жұмыс істедім. 5-ші курсты бітірейін дегенде уже кәдімгідей жұмысым болды, зарплатам болды. Сол отпуск алып үйге барайын, енді дипломымды көрсетейін, кішкене тойлайық деген ойым болды. 3 аптаға отпуск алдым да үйге кетіп қалдым. Сол қайтадан Мәскеуге келем, жұмыс істеймін, карьера жасайын деген ойдамын. Бірақ сол ой кішкене басқа жерге кетіп қалды. Мен өз жұбайымды кездестірдім, махаббат болып қалды бізде. Сол себеппен мен Алматыда қалып қойдым. Бақытты ана болдым, жұбай болдым. 3 баламыз бар. Ең үлкен қызым 20-да, сосын балам 18-де, ең кішкентай еркеміз 11-ге толады жақын кезде. Сол өмірбаяным сол. Енді мен тағы қандай сұрақтар бізде ары қарай? Гүлнара, сіздің журналист ретінде көзқарасыңызды білсем, қазіргі Қазақстандағы журналистиканың жағдайы қандай? Шын айтса керек, журналистика тек қана Қазақстанда емес, біздің жақын Ресейде өзіміз көріп тұрмыз, қандай пропаганда жүріп жатыр, қандай ақпарат теледидардан өтіп жатыр. Қазақстанда енді бәрі жақсы, теледидарды қоссам бәрі жақсы, бәрі керемет болып тұр. Солай ма, шындық па, кім біледі? Бәріміз өмірді сүргенде күнде қандай проблемалар бар, қандай регион, бізде қандай су жоқ, жол жоқ, ақша жоқ, балдар оқи алмайды. Енді бәрін қосқанда сонда бәрі керемет емес сияқты. Бірақ біздің журналистика бәрін кішкене басқаша көрсетеді, және біздің телевидениеміз енді интернет болған соң кішкене қалай десем екен, угасает. Үлкен кісілер қарамаса, теледидарды ешкім қарамайды ғой, бәрі интернеттен бәрін алып, бәрін оқып, алатын нәрсені сол жақтан алады. Сосын
шындық журналистика дегеніміз не? Ол шын аналитика беру. Көрермендер, оқырмандар өздері шешу шығарады, өздері біледі. Шешім шығарады, өздері біледі. Ол дұрыс па, дұрыс емес па. Ал біздің Қазақстанда қандай канал алмасаң, даже телеграм каналды алсаң, ол біреудің каналы, біреу кәсіпкердің ақшасы бар, оны бәріміз білеміз. Мысалы Казачков, Кривошеев дейміз ғой, свободный журналистика сияқты көрінеді, бірақ ол свободный емес, біреудің бір бастықтың ақшасына жасалатын нәрсе. Сосын білмеймін, жақсы ма, жақсы емес па осындай ситуация бізде, бірақ үміттенем жақын арада біздің журналистика кішкене свободный, қазақша еркін болатын деген ойым бар. Сосын кішкене журналистика, газетаны, журналдарды, теледидарды ешкім қарамайды. Қазір бәрі блогер болып кетті, бәрі соцсет болып кетті. Сосын кішкене араласып кетті да, білмей қаласың, кім журналист, кім блогер, кім не істейтінді. Білмеймін, мүмкін біз шетелге қарағанда көреміз ғой, BBC, CNN қандай күшті журналистер отыр. Даже неге кадрда жас бізде қандай ведущий, тележүргізушілер қандай бәрі жас әдемі, беттері күшті, бәрін говорящий голова ретінде бәрі отыр ғой. Ал енді BBC-ні қарасаңыз, қандай күшті мамандар отыр, сразу көрініп тұр оның қандай арқасында қандай опыты бар. Ол тек қана жай сөйлей алмайды, сөйлемейтін бас емес, ол кәдімгідей журналистикада призваниясы бар кісілер отыр. Жастары, сразу бәрі көрініп тұр, сразу доверие получается, есть такое. Сол мінезім, ойым сондай біздің журналистика туралы. Жақсы. Қазіргі осы JB интерактив несін, студиясын, осы негізін қалауға не түрткі болды жалпы? Айтып кетейін, мен 2015 жылда кішкентай ұлым 2-ге, 3-ге толғанда өз агентствомды аштым. Коммуникативное агентство. Біз ресторандарға хорика секторінде қызмет бердік. СММ, ол кезде СММ ең бастаған кезі ғой, сол біз бәрін бастадық. Ресторан, кафе, солармен жұмыс істеп, СММ жасап, визуализация жасап, бәрі керек нәрсені жасадық. Сосын сол агентство ақырындап өсті. Уже қанша, 8 жыл болды ма? Сосын мен 5 жылдың ішінде спортивный маркетингге кетіп қалдым. Сол кезде менің командам бірге кетті, бірге жасадық. Спортивный маркетингті дамытуға, Қазақстанда дамытуға келді. Баскетбол федерациясының бас директоры болдым. Прям 0-ден бастап пресс-службаны жасадық, пиар-службаны жасадық. 5 жылдың ішінде бәрі Қазақстанда біз келген кезде бәрі күлетін, Қазақстанда баскетбол бар ма деп. Я, бар дедік. Соны бәрін әлемге бәрін көрсетіп, қандай күшті проекттерді жасадық, балдарға интерес, қызығушылық ояттыңыздар. Ояттық, я. Енді әр бала доппен жүретін болды. Біздің особенно Астана, Алматы, ірі қаланың ішінде бәрі баскетбол ойнап жүр, площадкалар ашылып. Сол біз қанша премия алдық, лучшая пресс-служба в азиатском регионе несін алдық, звание. Марапатын алдық. Біздің конкурентіміз Япония, Новая Зеландия, сосын Австралия болды. Солардың ішінде СММ, пиар, пресс-служба ең күшті бізде болды. Сосын халықаралық премияларды, маркетинговый премияларды, солар үшінші орын алдық. Сол 5 жыл солда баскетболда жүрдік, клубтың пиар басшысы болдым. Сосын 2 жыл корпоративтік секторда болдым. Мұнай тасымалдау компаниясының бастығы болдым, пиар службаның бастығы болдым.
сол кезде карантин болып қалды, пандемия болып қалды. Бәріміз не істейміз пандемия болған кезде? Бәріміз оқымысты болғымыз келеді. Бәріміз оқайық, курс жасайық, курс алайық, анадан, ресейліктен, ағылшынша сөйлейтін адамдар ағылшынша оқыды, орыс тілінде оқитын Украина, Ресейден бәрін сатып алатын болдық. Сол кезде бәрін оқыған кезде қарап тұрсаң, бағасы енді аз емес, кішкентай емес, бірақ тыңдаған кезде біреудің домофоны звондайды, біреудің баласы жылайды, біреудің тағы бір нәрсесі. Сосын бір ешқандай курста аяғынан өткен жоқпын, аяғына дейін, соңға дейін. Себебі ұнаған жоқ, кішкене уважение деген болу керек қой, конечный потребителю. Сондай болған жоқ, өз сезім сондай болды. Сол бір ойым болды, бір-екі жылдың ішінде сондай керемет студия ашсам. Бізде Қазақстанда қандай керемет эксперттер бар, бірақ олардың жағдайы жоқ. Онлайн продукт жасауға, онлайн шығуға ешкім айтпайды, ешкім көрсетпейді, ешкім ешнәрсен қандай көмек жоқ. Сон студияға барсаң, бәленбай мыңды сразу бересің. Былай түссең 50 мың, сол монтаж жасайтын болсаң, әйтеуір бір ролигің где-то 200 мың шығады. Онда курсқа қарағанда бірнеше сағат жазатын болсаң, вообще миллиондап ақша төлейсің соған. Видеодоска деген ресейлік компания, солар программное обеспечение, видеодосканы солардан көрдім, сосын заявка бердім. Екеуміз жолдасымыз екеуміз ақылдасып, жақсы. Уже сол кезде мен компаниядан шығып кеттім, 2 жыл жұмыс істеп, бір нәрсе өзім жасағым келді. Сол студияны алдық, Астанада бірінші боп ашылдық, потому что бізде полный комплекс, тек қана курс жазбаймыз, сразу біз подкаст жазамыз, қазір жазғандай, подкаст жазамыз, рилс жазамыз, әр түрлі видео контент жасап береміз. Сол арманым орындалып, жүрегім орнына түсіп, енді профессионалдық өз қадамым жасаған, дәл қазір бәрі маған ұнайды. Арасында подкастымды жазам, интервью алам. Ол деген журналистке өте, өзіңіз білесіз, жан дүние дейді ғой. Сол жан дүнием бүгін менің студиям болды. Керемет. Карантин кезінде негізі көптеген адамдар, сол жаңа шығармашылық адамдар өздерін дамыту арқылы қандай да бір идея келді. Сол кездерде көп идеялар туындап, мысалға сізге сол карантин кезінде сол идея туып отыр ғой. Осындай неге жасамасқа, сіз жаңа курстарды өткен кезде көңіліңіз толмады, сол курстардан мысалға, шум болды дедіңіз. Өзім жасайым деген ойым болды. Жақсы, керемет, светі жақсы, дыбысы жақсы, картинкасы бәрі жақсы болатын курсты жасағым келді. Жасадық, бірнеше курсты жасадық, осындай курс. Керемет. Негізі мұна менді өзімді де айтып кетсем, мен сияқты, мен де мысалға арманым журналистиканы бітірдік қой, енді соны ары қарай жаңа отбасылық жағдайға байланысты жұмыс жасаған жоқпыз. Енді қазір уже сол ой келді, неге жасамасқа, неге ары қарай дамытпасқа, неге пайда тигізбеске қоғамға деп сондай ой туып, сіздердің осындай студия іздегенде, сіздердің студияларыңыз бірінші шықты. Оның расы керек. Бірақ орыс тілінде, қазақ тілінде бөлген жоқпыз. Бізге негізі студия керек болды. Осы жерден енді уже бірнеше подкаст жасадық қой. Тамаша, керемет, барлық жағдай жасалған. Сізге енді сәттілік тілеймін. Рахмет. Тағы да бір сұрағым бар. Осы алда тәуелсіздік мерекесі келе жатыр, Гүлнара. Сол тәуелсіздік алғанымызға міне 31 жыл болыпты. Сол 31 жылдың ішінде сізден журналист ретінде, жалпы қарапайым адам ретінде сұрайын, тәуелсіздік ел бола алдық па, қалай ойлайсыз? Бола алдық, әрине бола алдық. Бір кісі бар, біздің елбасымыз, бәрі последнее время жамандайтын мода болды ғой. Шалкет, шалыш нәрсе істеген жоқ, коррупция деген ойлар шығып жатыр. Бірақ мен сол кісіні қолдаймын, өте жақсы көремін.
кандай сіздің оқырмандар маған помидор тастамайтын шығар қазір білмеймін. Сол себеппен осы кісі мен үшін өте керемет адам, себебі мировая арена, мировая политикаға Қазақстан деген қай жақта, ел бар екен, ел деген ел бар, картада вообще кім білетін бұрын Қазақстан деген, ешкім білмейтін. Ал енді біздің туымыз ірі конференциялар, форумдар, Давос, біздің туымыз көтеріледі. Білмеймін, басқа біздің елбасымыз басқа болса болар еді осылай, білмеймін, ешкім білмейді. Сол үлкен рахметім, үлкен алғысымды білдірем сол кісіге, елбасымызға. Сол енді шын айда кетейін, енді Қазақстанды әлемге белгілейтін кісілер аз. Тек қана бір біздің саусақты алсақ, саусақтан біле аламыз қанша адам. Головкин, Димаш, Бекмамбетов. Белгілі адамдар, белгілі адамдар Қазақстанды әлемге танытқан, дұрыс айтасыз. Жетпей қалды ғой сөзім. Сол өте аз адамдар, бірақ қандай керемет адамдар шығып жатыр. Соларға благодаря им, получается, вот многие знают о нас и продолжают узнавать в мире. Сол ел болдық деймін, деп ойлаймын, бірақ кішкене жаныма тиетін нәрсе ол қазақ тілі. Қазақ, ол келесі сұрақ па сізде? Айта беріңіз. Соған келіп отыр. Қазіргі уақытта енді көбіне актуальный болып кетті. Қазақша неге сөйлемейсің деген сияқты, мысалы орысша жауап берсе, сондай бір кез келген қоғам орындарда сондай жағдай болып кетті ғой. Енді сол деген сұрақтарға сіз не дейсіз? Қазақ тілін қалай үйретуге болады қоғамға? Сіз сұрасаңыз, неге қазақ тілін 31 жылдың ішінде неге бәрі сөйлеп кетпеді деп. Менің осындай ойым бар. Біздің сұхбаттың басында айтып кеттім, біздің Қазақстанда 150-дан асып кетті национальности, ұлттар бар. Біз негізі көп ұлтты мемлекетпіз ғой. Қандай тағы да осы әлемде ондай не бар? Мемлекет бар. Сол себеппен енді елбасымызды қайтадан алсақ, ол қалай қазақ тілін сразу кіргізіп, бәрің сөйлеңдер, бәрің тек қана қазақша жасаңдар деп. Ол дұрыс емес. Сол себеппен кішкене ұзақ болып кетті да, сол қазақ тілін дамыту политикасы. Бірақ ол да дұрыс деп ойлаймын. Енді балдарым, өзім үлкен балдарым қазақша оқып, ортаншы балам қазақ мектебін 9 классын бітіріп кетіп қалды, сосын шетелге. Ал қызым 8 класты бітіріп, орыс мектепке кетіп қалды. Сол 11 класста орыс мектебін бітірді, себебі қызым кішкене емес, көп қиналды. Ал балам алып кетті. Сол біздің жан ойымызда орысша сөйлейміз, қазақша сөйлемейміз, себебі мен де, күйеуім де, жолдасым да Ресейде, орыс тілінде сөйледік, сосын Ресейде бітіріп кеттік та, сосын өзіміз білмейміз қалай тек қана орыс тілінде сөйлеп кеттік. Сол жас кезімізден сөйледік қой орысша. Бірақ менің мамам, менің анам қазақ тілінде жазады, өте талантливая такая. И кішкентай кезімнен қазақ тілін көп естідім. Анашым пословицы, поговорки, мақал-мәтелдер көп айтатын, Абайдың сөздерін. Сол мен вроде как не слушала, но оказывается жан дүниеме кірген нәрсе екен, фундамент сияқты. Арасында мен өзім қазір күлемді, балдарыма бір нәрсе айтсам, қазақ Матильді қосып кетем, мақалдарды қосып кетем, арасында бәрі күледі маған. Надо же, твоя мама какой оставила в тебе фундамент. Сондай, балалық кезден адамның сақталып қалады. Бірақ мектеп программасын алсақ, шын айтайын,
кейбір сөздер вообще маған түсініксіз. Не үшін, мысалы, ғаламтор дейді интернет, не үшін оны аударды? Ол қазақтың сөзі емес, даже орыстардың сөздері емес. Не үшін оны аударып ғаламтор деп қойдық? Сол бірнеше сондай сөздер бар екен. Балдар қиналады. Балдарға қарамас үшін біз өзіміз оны айта алмаймыз, басымызға кірмейді. И сөйлейін десең, бәрі қиын. Қазақтың программалары өте қиын. Сон бір мұғалімдер бар, кішкене жеңіл жалпы программаларды оқытатын, қазақша оқытатын, бірақ олар қолдалмайтын сияқты. Білмеймін, бәрін мектепте де алсақ, бәрін қиындатып, бәрін оқытып, ол не үшін керек? Наоборот, легко должно быть все. Быстро, тогда большее количество людей это обучится. Бірақ қазір тенденция осындай, көп ұстаздар именно легкая, продвинутая программаларды ақырындап оқытып онлайнға шығып жатыр. Соған мен өте қуаныштымын. Ал сосын қазаққа жау керек емес дейді ғой. Сол себебім ойым, қазақ бір-біріне күліп, мазақтап шығады чуть-что. Бір жаққа барсаң, қазақтың тойға барсаң, енді мен үлкен кісімін ғой, енді даже 30 жастан бастап сондай нәрсе болды. Сен қазақша неге сөйлемейсің, тос неге қазақша айтпайсың, қонақтармен қазақша сөйлемейсің деген сөздер еститін болдым. Әрине, лучше, чем что попало говорить, күлкіге келмей, орыс тілінде сөйлей берейін деген ойым, сол оймен 43 жасқа келдік. Тек қана енді бастадық. Қорықпай, сөйлемей, ешкімді ұялмай. Ұялтамыз бір-бірімізді. Білмеймін неге сондай дұрыс сөйлемесе айтасыз, ұялып, күлдіртеді, күледі дейсіз ғой. Соған күлгеннен кейін сіз оны сөйлегіңіз келмей қалады. Менің жолдасым да сондай жағдайда. Бәрі мазақтаған кезде сен бір нәрсе істей аласың ба? Жоқ. Сол кішкене қазақ еліміз бір-бірімізге кішкене жұмсақ болуымыз керек. Кішкене қолдап. Жарайды, сен білмесең, зато сен менің көмегім саған тисін. Сіз, мысалы, сіз қазақша жақсы сөйлейтін болсаңыз, сіздің қазақ тіліңіз керемет. Сіз Гүлнара, давай, қанша уже бір айдың ішінде де айтып тұрсыз ғой, қазақша сұхбат жазыңыз, сіздің мүмкіндігіңіз бар деп. Сіз сенбейсіз, мен сенбеймін, өз-өзіме сіз сендіңіз маған. Сол өте керемет. Сенім білдіру керек. Сенім білдіру керек. Сіз сияқты адамдар, біз шала қазақ дейді ғой, шала қазақтарды кішкене на олимп поднять надо немножко. Мақтап, балдар сияқты ғой, мақтап көтеріп ұрсаңыз сразу и пятерка, и мынаны істейді. Бәріміз жан дүниемізде біз кішкентай балдар сияқты кішкене мақтап, кішкене айналайын деп, жақсысың, кереметсің деген кезде сразу бір нәрсе жасаған келеді. Ары қарай уже үйренуге талпынасыз ғой. Жалпы Гүлнара, қандай методикамен, енді жаңа айттыңыз ғой, қазақ тілін үйреніп жатырмын, 2 жыл болды деп. Қандай методикамен үйреніп жатырсыз? Сол баяғы методика? Менің методикам өте күшті. Бірінші рет мен Москваға кететін кезде, ол 2000 жыл болды. Кетер кезде мен мамама айттым, анаға айттым, қазақ тілін жеп көрем, қазақ тілде сөйлеген кісілерді жеп көрем. Сонымен білмедім, саламатсыз ба, сәлеметсіз бе, қалай айтуға дұрыс керек. Сол оймен Мәскеуге кетіп қалдым. Еще анашым күлді маған. Бірақ жарты жыл өткенде жаңа жылға сондай Қазақстанымды сағынып кеттім. Прям вот кошки на душе скребли. Сол жарты жылдың ішінде қазақтарды тауып, қазақ сообществоны тауып, мерекелерге қатысып, ведущий болып, сообществоға қосылдым. Қазақша сөйлегім кеп кетті. Сол жарты жылдың ішінде бір нәрсе, жан дүнием вообще қопарылып кетті ғой. Қандай Қазақстанымды сүйем, Қазақстанда тұрғым келеді, қазақ тілінде сөйлегім келеді деп, сол билетке поезд алдым да, өзіңіз білесіз ғой, енді қанша 3,5 күн жолда жүрдім. Үйге келсем,
таңертең сағат 5-те үйге келдім да, есікті тақылдатып, мамам: «Кто это?» дейді. «Это я, Гүлнара. Чё ты издеваешься, моя дочка в Москве?» Говорю: «Мам, мен ғой, мен сенің қызым». Глазокқа қараса түсінбеймін дейді. Соны есікті ашса жылап жіберді ғой: «Сен қашан, қалай келдің?» Еще ақшаны санап экономия жасап пойызға ең последний неге билет алдым, жаңа жылға үйге барайыншы деп. Сол оймен үйге келгенде уже сразу қазақ тілінде сөйлеп кеттім да, мамам айтып жатыр: «Сен расында...» не істеп кеттің ғой, прям көңілім босап кетті. Да. Мамам айтты: «Сен расында Мәскеуде жүрдің ба, или бір қазақтың ауылда болдың ба жарты жылдың ішінде?» Күліп бәрі. Сол ары қарай қазақ тілін дамытып, Мәскеуде Казахстандық общество казахов было. Соны пиар жасадым, концерт өткіздім. Сол жерде үйрендіңіз, иә, сіз қазақ тілін? Иә, ол бірінші рет мен қазақ тілін үйренгенім сол кезде болды. Сосын балдар айтып кеттім ғой, балдарды қазақ мектепке бердім. Әрине оларға қалай көмектесем, балалар кішкентай, үйде қазақша ешкім сөйлемейді, аздап сөйлейміз бытовой нәрселерді. Енді оқу деген қиын, оказывается. Балдар нәрсе түсінбейді, мен түсінбеймін. Ал енді балдармен бірге оқу бастадым. Біздің класс жетекшісі қызымның көріп тұр, мен қазақша тырысам, сөйлегім кеп тұр, бірақ сөйлемеймін. Сол ты будешь возглавлять родительский комитет, и енді келесі жиналысты қазақ тілінде өткізесің деді маған. Ой, бұл не істеймін енді? Әрине оқисың, балдарым репетиторға ақшаның бәрін сол қазақ тілін үйреніп, сол балдарға жібердік. Шын айтса, ақшамыз жоқ, жаспыз ғой енді, не зарплата дұрыс жоқ, бірақ ақшаның бәрін жинап балаларға оқытуға қазақ тіліне жібердік. Бәріміз айтап кетейін, жолдастарымыз күлді бізге: «Вы сами казахский не знаете, зачем вы детей мучите, отдали? Что за патриотизм?» деп. Бірақ мен осындай бізде ой болды. Дәл қазір балдарымыз қазақ екенін білмесе, ешқашан білмейді. Сол себеппен балдар оқыды, қиналды. Қалай біз сабақты жасадық? Біріншіден қазақша оқимыз, соны Google-ға саламыз, аудармасын жасаймыз, соны түсінеміз мағынасын, соны қайтадан уже қазақ тіліне аударамыз. Сол сабақ біреу қазақша сабақ жасаған кезде ол где-то бір сағаттың ішінде жасап кетеді, тұрып кетеді. Ал біз балдармен бірге 5 сағат сабақ жасадық. Ол өте қиын жол болды. Бірақ енді менің балдарым енді үш тілді еркін біледі. Керемет емес. Тіл білген жаман емес қой, өзіне де жақсы ғой. Кез келген тілді білген адамға да. Ол да адамның несін, интеллектуалын білдіреді ғой, тіл білгенде. Сосын менің жұмысым өте көмектесті. Мен айтып кеттім, 2 жыл корпоративтік секторда департаменті басқарушы болдым. Сол департаментіміз бірнеше программа шығарды, студиямыз болды, программа шығарды, газет шығардық электрондық. Сол естественно, что жетекші болған соң бәрін оқып шығам ғой. Еще арасында даже бір қате тауып алам, мынаны сөзді алайық, басқаша жазайық деп бәрі маған күлетін: «Сіз орыс тілінде қазақ тілін білмейсіз ғой, қалай сіз ошибканы нетесіз, табасыз, еще исправляете» деп. Сол қазақ тілінде программа болды менде. Суфлермен бәрін оқып, күшті болды. Сол қазақ тілін 2 жылдың ішінде қазақ тілі көп болды менде. Сол себеппен қалай, как это практика же, как и в любом языке. Практика болмаса, нәрсе болмайды. Сол практикам көп болды. Сосын біздің компаниямызда қазақ тілінен сабақтар болды. Соны өттім. Емтиханды тапсырып, келесі неге өттім уровень. Сондай бізде методика, жизненная методика дейді ғой. Өмірлік, иә. Сіздің жаңағы өзіңіздің ана тіліңізге жүрегіңізді оятқан ол жаңа Мәскеуде оқып жүргендік, иә? Жырақта жүріп, сол өзіңіз тіліңізге деген жаңағы неңіздің патриоттық сезіміңіз оянып, ана тіліңізге деген соны үйренуге түрткі болды, иә? Түрткі болды.
Тамаша, Бәрі керемет. айтады ғой, когда уезжаешь куда-то из родного дома, сразу твой родной дом тебе милее кажется. Вот. Иә, сол тамаша, керемет. Енді Гүлнара, тағы бір сұрағым бар. Сіз енді кәсіпкерсіз, жұмыста адамсыз, жұмысбасты адамсыз. Қаншалықты отбасыңызға көңіл бөлесіз? Балалар тәрбиесі қалай сізде? Енді мен де өзім ана ретінде сұрақ қойып отырмын. Сондай. Как ты все успеваешь, да? Иә, қалай бәріне үлгересіз? Қазіргі кезде алсаң, ол кішкене расслабленный такой лайтовый вариант, потому что 5 жылдың ішінде мен қанша где-то 4 проектте жұмыс істедім. Шын айтсам, вообще даже ұйқы жоқ. Біз халықаралық нелерді өткіздік, соревнования, баскетбольный соревнования, қаншама стадионы собирали, бір 3 мыңдатып, 5 мыңдатып адамдарды жиналдық. Сол на постоянной основе это проводили. Сонымен еще дополнительно федерациядан көрі еще баскетбольный клубты пиарын жасадым. Өз проекттерім, агентствоның проекттері болды. Мысалы, энергетикалық Казэнерджи форумды 2015 жылдан бері өткізіп жатырмын. Сосын тағы бір соңғы 2 жыл еще корпоративтік сектор болды. Үйде отырған жоқпын. Бірақ сізге бір пример айтып кетейін. Балдар еще кішкентай кезде менің подругам бар, Майя Бекбаева деген, сол 7-ші арнада жұмыс істеді. Сол кісі еще постоянно ток-шоу өткізіп, бір нәрсе, постоянно эксперт керек болатын. Сол кезде Майя маған: ты вот это вот можешь же, давай приходи, поговори. И постоянно 7-ші арнада менің бетім үлістеп, бәрі көреді, еще апайымыз, мектептегі мұғаліміміз бәрі: ой, сізді көрдік деп. Сол кезде мен ортаншы балам астматик болған. Соған уақытымды көп бөлдім да, себебі денсаулығы нашарлау, соған жұмысқа шыға алмай, дұрыстап сол фриланс болып жүрдім да, эксперт болып жүрдім. Сол кездерде бір күні үйде отырсақ, сол Майяның ток-шоу шықты. Сон балам говорит: ой, мама, ты такая хорошая, ты красивая, ты же сама можешь быть ведущей. Почему ты не ведущая, деді маған. Терең ойға түсіп кеттім да, сонда ойладым, айттым: я не могу сейчас работать, ты же болеешь, с тобой, дедім. Сосын балам айтты: а тебя кто просил? Тебя же никто не просит за мной сидеть, за ложкой бегать, делай свою карьеру, это важнее, деді. Балаңыз сонда нешеде, деді, может быть, білмеймін, 7-де ма, 6-да ма, білмеймін. Кішкене үлкенірек. Сол бір түрлі болып қалдым да. Сосын әйел адам не үшін үйде отырады? Ана біреудің семьяның отбасының тамағын істеп, киімін нетіп, ретеп. Сосын бәрі ойлайды, әйел үйде отырып, ешнәрсе істемейді, отырмайды, күйеуінің несінде отырып алады, жұмысы жоқ, лентяйка дейді ғой. Основное же мнение такое. И сосын грустный болып жүрдім, настроением жоқ. Соны ойладым, сол маған себеп болды. Мен сразу сол агентствоны ашып, сразу жұмысқа кіріп кеттім да. Өзім айырмашылығын көрдім, қандай бақытты әйел, бақытсыз әйел. Потому что мен үйде отырған кезде кішкене настроением бычыт, постоянно что-то настроение жоқ. Күнделікті рутина адамды. Ешкім рахмет айтпайды, ешкім жасаған нәрсені көрмейді. Күйеуім жұмыстан келсе, анда-санда күліп қоям, а так в основном балдар еще бізде қатар балдар болды, 1-2 жыл арасында. Сосын жұмысқа кіріп кеттім бе, бәрі жақсы болды. Сол стимул маған болды. Мен өз балам стимул болды. Сон уже балдардың көз қарасы басқа. Сон ақша келген кезде уже начала зарабатывать. Уже тек қана өзіме емес, балдарға уже жететін болды. Сон ірі проекттер болды. Уже балимбаймын, ақша алатын болдым. Уже күйеуімнен ақша сұрамаймын, косметикаға, киімге бәрін өзім сатып алам. Сол кезде уже балдарым басқа қарайтын болды маған.
уважение дейді ғой. И ең біріншіден менің ойымша әйел адам деген бақытты болу керек. Особенно ана ретінде өз қызыңыз болса, қызыңызға как учить же не надо, да? Пример болу керек. Если сен бақытты болсаң, сенің қызың әрине бақытты болады. Сенің көзің жанып тұрсаң, сенің қызың осындай жолдасты, папасындай жолдасты табуға тырысады. Менің анам қандай бақытты, көзі постоянно как горят глаза, жанып жүреді, жұмысқа барады, үйге қуанып келеді. Сол личный пример самый заразительный. Сол себеппен мысалы біз балдарды вообще еш нәрсеге үйретпейміз, тем более қазіргі балдар бір нәрсе айтсаң сразу шыға келеді, я сам знаю деп. Сол вообще оларды үйрету қажет жоқ. Іспен көрсету керек дейсіз ғой. Как зеркало. Они все отражают. Сол сен бақытты болсаң, балдарың бақытты болды. Сен успешный бизнес кәсіпкер болсаң, соны балдар көреді, соны жасайды. Сен постоянно оқуға тырысатын болсаң, курсты алып, оқуға барып, бір нәрсе істегің, үйде жата бермей, бір нәрсе істесең, балдарың солай болады. Сол рас айтады ғой психологтар, не надо детей учить, пока просто живите сами счастливо. Сол оймен біз жолдасымыз екеуміз сол философиямен өмір сүреміз. Жоқ, ол нені тәрбие жағынан қалай, мысалға қалай тәрбиелейсіздер? Жаңағы енді көрсетіп қой, енді балаға мейірімділік керек деген сияқты бірге қыдырасыз ба, енді ондай уақыттарды қалай соны реттейсіз? Жоқ, біз вообще көңіл бөлесіз деген сөз. Көңіл постоянно балдармен біргеміз. Мысалы, кейбір жұбайлар болады ғой, ой, детей оставим, даже реклама осындай болды, неде болды, радиода таң қалдым, қалай вообще осындай реклама жасайды. Скоро каникулы, детей бабушки оставим, улетим, наконец покупаем билеты на Мальдивы. Сонда сен соны түсінбеймін, қалай балдарды қалдырып, суық Астанада мысалы да, еще өзің барып, күнге пісіп, жанып келесің, демалып. Біз жұбайымыз екеуміз бір жаққа шықсақ, бір где-то 3-ші күнге уже үйге барғымыз келеді, асығамыз, потому что балаларға әлемді көрсетіп. Вообще өміріміз өте қызық қой. Бәрі ақшаға, қалай десең, бәрі ақшаға айналтуға болмайды. Себебі, мысалы, біз ақшаны жинап, өте баймыз, бәрін жетеді деп ондай айта алмаймын, потому что күйеуім жұмыс істейді, мен жұмыс істеймін, ақшаны жинап, путешествияға барамыз. Мысалы, біз Америкаға барамыз. Уже неше рет Америкаға барып, көлікті арендаға алып, побережьемен барып, бәрін көрсетеміз. Европаға көп бардық. Сол балдар не көреді бізден? Ақылы айтпақ, өмірді көрсет, әлемді көрсет. Біздің основной философиямыз, балаларға біз не бере аламыз? Путешествие бере аламыз кішкентай кезде. Сосын оқуға ақшаны собирать, жинап, бәрін оқуға жібереміз. Біздің жанұямызда бюджеттің бәрін балаларға кетеді. Оқуға жақсы оқу орнына, шетелде оқысын кішкене. Қазақстанға қарағанда енді бәріміз білеміз ғой, шетелдің образованиесі өте күшті. Балдар, шетелде оқыған балдар уже кругозор у них другой. Сол ақшамыз ақшаның бәрі сол балдарға кетеді. Зато біз оларға әлем көрсеттік. Олар өзі біледі, қай жақта ұнайды. Америкада ұнай ма, ұнамайды. Италияда ұнайды ма, олардың, мысалы, кухнялары, как это вот обычаи. Они сами свой выбор делают благодаря путешествиям. Вот это вот самая ең мықты, күшті базовая философия, сол. И, естественно, мы много времени вместе проводим, потому что много путешествуем, много. Бізде, мысалы, айғай-шу деген жоқ. Ешкім дауысын көтермей сөйлейміз. Дауысты көтермей сөйлейміз. Мен жұбайым
бірге өте қалай айтса екен, қуаныштымыз, бір бірімізді сүйіп құшақтап жүреміз. Сол балдардың осындай махаббаты көріп осындай тәрбие алып жатыр. Мейірімділікке дейсіз ғой. Жалпы қандай ұлттық нелерге, ұлттық тәрбиеде, мысалы домбыраға бірдеме үйірмелер үйретесіздер ма, қандай? Қызым домбыраға барды, Жалпы кішкентай баламызда кенжемізді домбыраға барды, бірақ болмай қалды ол шын айтса. Қазақ вообще салт дәстүрін алсақ, кішкене спорный вопрос мен жеке басыма. Енді біздің предки, как они жили? Они по другим правилам жили. Мысалы, біз енді выходи за меня замуж деп нені сақина бере саламыз, балдар қалай істейді, да? Қазақтарда ондай болған жоқ. Қазақтарда қандай болды? Біріншіден, ұнайтын қызға тарақ беретін жігіттер. Тарақты алшы, сенің шашына как разрешение, да, дотронуться до твоих волос. Қыз тарақ алатын болса, значит, окей, мы с тобой будем дружить, парень с девушкой будем. Келісім берді. Сон следующий шаг уже сақина берген жоқ, ол широкое такое белдікті берді. Если ты хочешь быть моей женой, я тебе вот дарю, твои родители дают, да, если можно ли я пойду к твоим родителям? Я хочу, чтобы ты была моей женой. Белдікті беретін. Сол қыз алып, сон ата-анамен кездесу болды. Сол осы қазақтың дәстүріміз. Сон қазақтың дәстүрі мысалы қандай әйел адам деген күйеуіне, мысалы, немножко перепуталась, как это правильно, но вот мысалы әйел адам жатқан төсекте оң жақтан жату керек, себебі аруақтар қолдайды деп. Далаға шыққанда басқа жақтан тұру керек әйел деген. Ну, в общем, там много вот таких вещей, которые забыты, ешкім айтпайды, енді не мода. Даже вот тойды алсаңыз, бәленбай мың ақшаны жібереді, киіт, мейіт, қандай анан блестящий кімге керек нәрсе, ол қазақтың дәстүрі емес, шын айтса. Біздің дәстүріміз басқа. Сол себеппен, мысалы, сосын мұсылманның нелері дейді ғой, байрам, ай деген, ол тоже қазақтың дәстүрі емес. Ол бәрі заимствованный дейді ғой. Потому что это все связано с религией. А казахтар вообще, они были не религиозные, они изначально, наши традиции были светские, ну не светские, а эти тотемные было у нас религия, тотем. Как аруақтарға сеніп жүрген адамбыз ғой енді қазақтар. Сол себеппен бақсы, балгер. Сол маған жақын. Шын айтса, бақсы туралы сөйлесек, ол жан дүниеме кішкене энергия беретін нәрсе, ол сол бұрынғы қазақтардың салт дәстүрі маған жақындау, немесе современный модный. Сол себеппен бізде мысалы үйде ну наурызды не етеміз, тойлаймыз. Ну как тойлаймыз, анда-санда қонаққа барып келеміз да болды. Мектепте бір нәрсе болса, соған қатысамыз. Көже жасадым бірнеше рет, бірақ ешкім ішпейді, өзім ішіп отырам. Ешкімге керек емес нәрсе. Тамаша, керемет. Прям особенно салт дәстүрді білмеймін дейсіз, білесіз, салт дәстүрді бәрін білесіз. Өте жақсы айтып отырсыз. Мен білмейтін нәрселерді сіз айтып отырсыз. Менің жолдасым қазақ тілін үйренген кезде, жұмыс істеген кезде репетитор болды. Қазақ тіліне Меруерт апай деген кісі. Сол қазақ тілін не по грамматике, а вот именно через вот салт дәстүрін арқылы үйрететін. Сол күйеуім кешке жұмыстан келеді ғой, бәріміз еще балдар шетелге кеткен жоқ, бәріміз столдың басында кешке жақын ас ішіп отырамыз да. Сол папамыз айтып жатыр: ты знаешь, что вот так было, а это вот так было. Сол қазақ сөздерін через вот эту информацию она ему передавала. Вообще керемет кісі, сон мың алғысымды білдірем сол кісіге, что мен жұбайым сол қазақ тілін өте, қалай айтсам, жақсы көріп кетті. Үйренгісі келді қазақ тіліне. Ақырындап, аздап сөйлей бастады.
осындай ұстаздар бізде болса көбірек өте керемет болар еді. Жан дүниеге тиетін прям мақала историяларды айтады. айтатын. Иә, ой, Ар жақтан бастап үйретеді ғой ана тамыр тарихи. тарихи. Содан үйреткен. Да. Тамаша. Иә. Гүлнара, енді бақыт деген не? Жаңа бақыт деген өзіңіз бақыт деген неден бұрын мен сізге сұрақ, жаңағы сөзіңізден маған мынандай ой туды да, маған түрткі болған жаңа баламның сөзі деп айттыңыз ғой. Кейбір адамдар мотивацияны қайдан аламын, маған не берші деп айтады ғой, мотивация бер. Мотивация мінекей баладан алуға болады, алысқа барудың қажеті жоқ. Соны жаңа сіздің ойыңызда айттыңыз ғой өзіңіз. Сол кезде маған сондай ой туды да, кей адамдар айтады ғой, мотивация берші, маған мотивация берші. Мотивация міне өзіміздің балаларымыз. Мотивация әр адамның ішінде. Шын айта кетейік, ақша жасағым келеді, денсаулығым зор болғым келеді, сол мотивация емес пе? Күнде көзіңді ашсаң, сол мотивация. Біреулер тұра алмайды, біреулер аяғы жоқ, қолы жоқ. Ана күні біздің студиямызға бір кісі келіп кетті, жас қыз, 5 жыл төсекте жатқан қыз. Аварияға сначала ата анасы автомобильдік катастрофадан кетті. Сол жақын жерде, жақын кезде сол өзі түсті аварияға. Жүре алмай, нете алмай, төсекте жатып, сол айтып жатыр да, күшті мотивация болды маған, өмір сүргім келді. Күйеуі болған, сол кезде уже тұрмысқа шыққан қыз. Күйеуі қасында болды. Сондай адамдарға вообще шын айтсам таңғалам. Сондай адамдар мотивация маған. Еш нәрсе істей алмайтын адам аяғынан тік тұрды да жұмыс істеді. Каспийдан бизнес ашты. Аптасына 8 миллион оборот, 1 миллион прямая выручка. Представляете, какая мотивация? А біз анда-санда жылаймыз, ой, настроение нету, күннің көзі шыққан жоқ, ана біреуіне айтты, ана былай қарады деп зындап шығамыз. Сол мотивация біздің балдарымыз, біздің аман есен жүргеніміз, сол бізге мотивация болу керек. Күнде мотивацияны бір жақтан іздеп вообще керек емес. Жан дүниеге қарасаң, сол мотивацияға болады. Бақыт деген не деп ойлайсыз сіздің ойыңызша? Мен үшін мотивация, бақыт ол балдарым денсаулықтары жақсы, аналарымыздың денсаулығы күшті, қасымызда жүріп, анашың бар адам ешқашан қартаймайды дейді ғой, Нұрлан Өнербаевтың әні. Сол секілді анамыз қасымызда болып, жұбайым қасымда болып, қол ұстасып, күліп ойнап жүрсек, сол маған өте күшті бақыт деп ойлаймын. Жұбайыңызды көп айтасыз. Жұбайыңыз журналист па? Жоқ, журналист емес ол. Жоқ, журналист емес. Бірақ жас кезімізден қосылған баспыз. Енді осы 27 желтоқсанда 20 жыл болады бізге бірге жүрген. Шын айтамын, бір рет болған жоқ, айғай шу шығарып, бірімізге қатты сөз айтып, бір-бірімізді қолдаймыз. Әр әйел адамға осындай құрметтейтін, жақсы жан дүниесін беріп, жақсы көретін жұбай болса деп армандаймын. Әр адам, әр әйел бақыт болу керек біріншіден. Сондай арманым бар. Рахмет. Сіз негізгі арманыңыз, қазіргі Гүлнардың арманы қандай? Менің арманым бір арманым мақсат дейміз ғой. Сол бір жылдың ішінде менің студиям үлкен продюсерский центр болса екен, где-то 1-2-3 мың экспертті шығарсам, Қазақстанның эксперті көп болса, ал енді ең соңында Гүлнара где-то вот на океане или на море, ну ладно, пусть на море, бір кішкентай уютный үйі болып, үйдің қасында йога-центр болып, Гүлнара преподаватель болып жүрсе, балдарым, немерелерім, шөбере қасыма келіп, анда-санда қонаққа кеп кетсе, өте керемет, сондай арманым бар. Арманыңыз орындалсын. Рахмет, Жанар. Бүгінгі
сондай керемет сұхбат болды. Мен сізден көптеген жаңағы сөздеріңізден өзіме бір ой түйдім. Үлкен рахмет. Сізбен жалпы танысқаныма қуаныштымын. Армандарыңыз орындалсын. Рахмет, Армандар міндетті түрде орындалады. Оның үстіне сіз сияқты әйелден жаңағы жарыңызды құрметтеп отырсыз. Тамаша, керемет. Сәттілік тілеймін сізге. Рахмет сұхбатыңызға. Рахмет, Жанар, рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбатымыз осымен тамам. Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыз. Жанардың көрермендері, лайк қойыңыз, инстаграмға салыңыз. Өзіміз бүгінгі сұхбатымыз сізге ұнаса, обязательно комментарий жазыңыз. Сол Жанарға күшті мотивация болады. Әр аптаға келіп подкаст жазып, видео жазып, керемет қонақтарды шақырып, мен айта кеткен бірінші сұхбаттың басында, әр адам бала сияқты ғой. Бізге мотивация керек, мақтау керек. Сол Жанарды мақтаңыз, қолдаңыз. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.